Ассаляму-алейкум достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте керемет дәмді болып шығатын трайфл дайындайтын боламыз. Егер де сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сонымен ең бірінші біз тестосын жасаудан бастаймыз. Ол үшін біз 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Және де соны жақсылап араластырып отырып, үстінен қантымызды біртіндеп қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Ал енді үстінен сүт қосамыз. Және де жақсылап араластырамыз. Май қосамыз. Одан кейін ұнымызды біртіндеп қосып отырып араластырамыз. Ал енді үстінен какао ұнтағын қосамыз. Тағы да араластырып, үстінен 10 грамм қамыр қопсытқышымызды қосамыз да барлығын бірігіп араластырамыз. Ал енді диаметрі 24 см болатын формада 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге қою қаймақ және соның үстінен 100 граммдай қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Ал енді піскен пирогымызды әдемі шыны ыдысқа немесе өзіңіз қалаған ыдысқа осылай ұнтақтап, жақсылап салып аламыз. Ал енді осының үстінен өзіңіз қалаған жеміс жидектерді салсаңыз болады. Мен банан және де персик таңдадым, және осы пирогымыздың үстінен қойып аламыз. Ал енді пирогымыздың үстінен бағанағы дайын болған кремімізді салып аламыз. Және оны жақсылап жағып аламыз. Ал енді достар, глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм шоколад қажет. Және де соның үстінен сүт құямыз да газда пісіріп аламыз. Дайын болған глазурьді торттың үстінен құямыз және де мұздатқышқа 1 сағаттай уақытқа салып қоямыз. Достар, біздің трайфлымыз дайын болды. Оны өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен оны сәндеуге кешмиш және де персик қолдандым. Сіздер өздеріңіз қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Мысалға малина немесе құлпынайдың көмегімен. Трайфл өте дәмді әрі нәзік болып шығады, дәмі тіл үйіреді. Бұны дайындап көріп, отбасыларыңыздағы адамдарды қуантыңыздар. Одан бөлек осындай 7 кішкентай стакандарда да трайфлдар шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Менде бұдан бөлек